Қайырлы күн, қымбатты қолөнер сүйер қауым. Ілмекпен тоқудың алғашқы сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызда біз үлпілдек шалуды және шалмасыз бағаншаны қалай тоқу керектігін үйренеміз. Видеода көрсетілгендей жіпті қолымызбен ұстап, оның үшін бас бармақпен және ортаңғы саусақпен ұстап тұрамыз. Ілмекті осылай айналдырып, алғашқы түйінін жасаймыз. Бұл бізде ең алғашқы үлпілдек шалу, воздушная петля. Міне қайтадан мұқият қарап алыңыздар. Жіпті осылай өткізіп, екі саусақпен қысып ұстаймыз. Ілмекті өткізіп, айналдырып, қайтадан бір жіпті іліп алып, сол саңлаудан өткіземіз. Алғашқы үлпілдек шалу дайын болды. Үлпілдек шалуды тоққан кезде есте сақтайтын маңызды шарт бұл жерде ілмек осылай еркін өту үшін біз жіпті тым қатты немесе тым бос қылып тоқымауымыз керек. Ендігі кезекте біз үлпілдек шалулар тізбегінен шеңберше тоқуды үйренеміз. Ол үшін ілмекпен 5-6 үлпілдек шалуды тоқып шығамыз да, ең басындағы үлпілдек шалу мен ілмектің басындағы соңғы үлпілдек шалуды бір-бірімен қосамыз. Сол кезде бізде кішкентай ғана, яғни негізгі тоқыманың бастапқы қатары кішкентай шеңберше пайда болады. Ендігі кезекте біз шалмасыз бағаншаны тоқимыз. Ол үшін қайтадан бізде әрбір тоқыманың негізі біз ең алдымен үлпілдек шалулар тізбегін тоқып шығуымыз керек. Қайтадан қайталап шығайық. Ең алдымен осындай түйін жасаймыз. Содан кейін 10-12 үлпілдек шалу тоқып шығуымыз керек. Мінекей бірнеше үлпілдек шалуларды тоқып шығып, енді шалмасыз бағаншаны тоқимыз. Шалмасыз бағаншаны тоқу үшін біздің қатарымыз түзу болу үшін ең алдымен бір үлпілдек шалуды тоқып алуымыз керек. Шалмасыз бағаншаның тоқылу ретіне назар аударыңыздар. Ол үшін ең алдымен үлпілдек шалудан ілмекті өткізіп алып, тоқыма жібін суырып алып шығамыз. Шалмасыз бағаншаны тоқу барысында біз үлпілдек шалудың, яғни воздушный петляның ортасымен ілмекті өткізіп, тоқыма жібін суырып алып шығамыз. Сол кезде ілмектің басында бізде 2 жіп тұрады. Осы 2 жіптің ортасымен осы тоқыма жібін өткіземіз де, солай бізде шалмасыз бағанша пайда болады. Осылай шалмасыз бағаншаны тоқып шығамыз. Егер біз анықтап қарайтын болсақ, мынау үлпілдек шалулар тізбегіне бір үлпілдек шалудың өзі воздушная петля 3 жіптен құралғанын байқаймыз. Сонда келесі қатарды тоққан кезде ол бізде созылып кетпеу үшін ілмекті осы үлпілдек шалуға кіргізген кезде
сонда ілмектің төбе жағында, үстіңгі жағында 2 жіптің болуын қадағалау керек. Сонда бізде осылай қатар міне көрсетіліп отырғандай созылып кетпейді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер түсінбеген жерлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңізді комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздерге тоқуды үйренуде сәттілік тілеймін. Өнерлі өрге жүзер.